Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз Наурыз мерекесіне орай осындай дәмді әжем екеуміз құрт жасайтын боламыз. Ал онда ендеше әжем екеуміз құрт жасап алсайық. Міне мына сүзбе алдым. Оған 2 қасық шай қасықтан 2 қасық тұз салдым. Тұзды еріту үшін былай тұз өзіне сіңу үшін шамалы араластырып тұрғаймыз. Тұз еріді деп ойлаймын. Енді тұз еріді, біз жайлап құрт жасаймыз енді. Басқасын құрт жасаймыз. Осылай қылып 2 алақанға салып қысасын. Бұны емес. Кейін құрттардың көлемі кішірей берді. Достар, қызықты дерек айтайын. Осы құрт қазақтарда ең дәмді және балалар үшін де дәмді тағам болып келеді. Ежелде ата бабамыз осы жол сапарға шыққан кезде осы қымыздың астына құртты алып кететін еді. Және бұл орталық Азияда танымал болған тағамдардың бірі. Құртты түйенің үстінен де жасауға болады, қойдың үстінен де жасауға болады. Мына сиырдың сүзбесіне жасап жатырмыз. Бұны айраннан да жасауға болады. Айранды қалташаға құйып қоямыз. Арадан суы сықылғасын, осылай құртып жасаймыз. Міне достар, мына құртымыз өте доп-домалақ әдемі болып шықты. Ол кепкесін дәмді құрт болады. Және қазір осы заманда құрт өте нарыққа шыққан дәмді тағамдардың бірі. Және көбінесе дүкендерде сатылады. Денсаулыққа пайдалы. Өзіміздің кедейлі халықтар осыны ас болып жолға алып келіп тамақтанған. Қазіргі чипсы, кола, тағы басқа зиянды тағамдардан